Елдегі парақшамызға сұрақтарыңыз болса, жалпы бүгін жексенбіде не істеп жатқандарыңызды өздеріңізді белгілеп жазып қойсаңыздар болады. Бізді ғаламтордың бүгін жексенбі хэштегі арқылы табуға болады. Ендеше дәл осы тұста бізге екі хат келіпті. Бірінші хат оқимыз қазір. Менің осы демалысымда кереметтей жаңалық тосып отырған, мен сіздерге айтып бөліскім келіп тұр. Сіздерге де соны тілеймін депті. Тағы да бір екінші хат. Данияр, сен маған өте қатты ұнайсың деп жазыпты. Жексенбі сәтті өтсін депті. Тек саған емес, барша біздің көрермендерімізге. Ал сен туралы жазылғаны ол шынымен де қалжың. Ары қарай жалғастырамыз, Данияр. Жалпы, Тахир, білесің бе, Астананың қысында аңға шығуға болатын сияқты, әлі қар. Шын мәнде тазы бүркіттер олар табиғатты сезеді. Шаршағанда шығар жағынан. Айтпақшы, не болды? Қоян қуырдақ жегін кетті ма деймін? Жоғы, ана жақта камералардың артында күшік па, бірдеме жүгіріп жүр. Соны медиа орталықта қаптаған техника болмаса, тышқанын аулайтын жерде жоқ қой. Шынымен мынау інжі ғой деймін. Осы қыз бар ғой, осы итпен сәлем, Данияр. Сәлем, інжу. Інжу, мынау қандай тұқым? Мынау қандай тұқым? Бұл йоркширский терьер және бивер йорк деген тұқым. Міне, мынау тигра, ал бұл бэйби. Сілікті, сен енді қорқпасаңшы қауып алмайды ғой. Қауып алмайды, бұл ауылдағы ақтөстен қарағанда кішірек. Мен бір неде оқыдым, бұл иттер иелерін қауып алады екен. Қойшы, айналайды. Чихуахуа, мопс секілді осындай кішкентай тұқымды иттер. Олардың қасиеттері бар, өте қызғанғыш келеді. Яғни үйге алып келгеннен кейін бір адамды меншіктеп алады да, сол адамды өте қатты қызғанады. Иесін қатты қызғанады. Еуропада сол себепті жалғызбасты адамдар көбіне осындай кішкентай тұқымды иттерді ұстайды. Мен інжу, енді мынау овчарка болсын, алабайлар болсын, олар үйді қорғайтын сондай өздерінің қауқары бар. Мына иттерден не күтесің, Құдай-ау? Неге қорғайды, күзетеді әрине. Өзге бөгде адамдар келсе үйге. Бұлар бүйт қорғайтшы. Кетіңіздерші. Даусын шығаршы. Жоқ, олай емес. Бөгде адамдар келсе, танымайтын адамдар келіп жатса, бұлар да ұрылдайды, үрейеді, дабылдың қызметін атқарады. Шынымен, солай? Қожайында не білдіреді дейсіз ғой? Белгі береді, әрине үлкен иттер секілді сұсты болмағанмен, бұлар да дабылдың қызметін атқарады. Менің ойымша бұл иттердің қолына ұялы телефон ұстату керек сияқты, мыналардың дауысы шықпайды. Мұнда иттерді қақтан табуға болады? Көрмелер өтеді, үлкен көрмелер болып тұрады, сайыстар өткізіледі, байқаулар. Сол жерлерден адамдар өздеріне ыңғайлы, өздеріне ұнаған осындай кішкентай тұқымды иттерді таңдап алады. Бірақ мына екеуінің жағдайы бар ғой. Кейбір адамдарға қарағанда жағдайы мың сияқты, кәдімгі керемет сияқты ғой. Әрине, бұлардың өздерінің ішетін ерекше тағамдары бар. Қызықтап болсаңыз, жіберіп қойсаң болады. Өйткені мен таңнан бері олардың мазасына алып жатырмын, құшақтап. Ұстай алмай жүрмей қазір? Неше түрлі көрмелері болады. Сол жерлерде осындай иттердің түр-түрін көруге болады. Ал менің сюжетімде олар туралы толығырақ айтылған. Ендеше сол сюжетке көңіл бөлейік. Бірге тамашалайық. Модель және актриса Пэрис Хилтон, әнші Бритни Спирс және Майли Сайрус, танымал тележүргізуші Опра Уинфри, актер Райан Гослинг, ресейлік әнші Сергей Лазарев. Бұл танымал тұлғаларды не біріктіреді дейсіздер ғой? Әлбетте, иттерге деген шексіз махаббат. Ит адамның досы екендігін қазақстандықтар да дәлелдеп бағуда. Оны статистика мәліметтері растайды. Қазақстанда иттер үй жануарларының тізімін бастап тұр. Татьяна, расскажите, пожалуйста, из всех таких... Татьяна, көптеген үй жануарларының ішінен неліктен тап осы тұқымды итті таңдадыңыз? Ну, во-первых, собаки, они... Алдымен басқа үй жануарларына қарағанда иттің артықшылығы неде? Олармен серуендеуге болады. Серуен бұл фитнес. Егер фитнес залына барғыңыз келмесе, жай ғана итті ертіп көшеде қыдырасыз. Сәйкесінше жаяу серуен дене бітімінің сұлулығынан септігін тигізеді. Неліктен тап осы тұқым? Мен орыс төбетін бала кезімнен армандадым. Олар сондай сымбатты, көркем, әдемі.
Шанечка, тише. Дай 5. Спасибо. Шаня, сядь. Сядь. Не послушать. Я же ее не кормлю. Бұл қандай тұқым? Бұл Вельш Корги Пемброк, ағылшындық овчарка. Ал аудармасы қалай? Жалпы ол аударылмайды, бірақ аңыздар бойынша перизаттарды тасыған иттер болып саналады. Міне, оларда желкесінде мынандай белгі бар. Мына бөлігі алдыңғы бөліктен ерекшеленеді. Сондықтан осы жерде перизаттардың ері орналасқан деген аңыз бар. Иә, мына дөңес жерде, ал негізі бұл Елизавета патшайымның иттері. Елизаветада осындай ит болған ба? Иә, 25-і. Бірақ мен ол қалай 25-іне ие болғанын білмедім. Егер патшайым болсаң, ол оңай. Иә, бірақ солай шығар. Шаня. Опа. Мұндай асыл тұқымды иттер арасында тіпті дүниежүзілік көрме, бал, титулдық сайыстар өткізу дәстүрге айналған. Біздің елімізде де иттер көрмесі, күшіктер, юниорлар, аралық, ашық және жұмыс секілді деңгейлермен жыл сайын өткізіліп тұрады. Вот на этой собачке Міне мына итте мынандай папиллеттар бар. Бұл қағаздан жасалған қаптар. Мұндай қаптар иттің жүнінің ұзындығын сақтау үшін қажет. Негізі бұл иттердің жүні өте ұзын, мұрттары мынадай, және еденге дейін жететіндей жүні бар. Бұл ит жүгіргенде жүні шатасып, үзіліп кетпес үшін. Және әрине қоқыс жинамау үшін қажет. Бұл көрмеге қатысатын тұқым ғой. Міне көрмелік иттердің сәнін осылай сақтайды. Ал сіздің күшіктеріңізге достарыңыз өз қолымен тігіп киім сыйлап тұра ма? Ондай болады. Мысалы, мына комбинезонды құрбым сыйлады. Міне, мынау да сыйланған. Кейде таныстарым өздерінің иттеріне сыймай қалған киімдерін әкеліп береді. Қазақта да ертеден ақ ит атаулы 7 қазынаның бірі саналып, ерекше құрметтелген. Қазақтың тазы иті қоян, түлкі, тіпті кейде топтасып, қасқырда қағады. Алпауыт тазы, құмай тазы секілді асыл тұқымды иттерді ерткен саятшылардың әлі күнге дейін қанжығасы құр қайтпаған. Дегенмен бүгінде заман өзгерді. Кезде мен қырманды күзететін алып иттерді мынандай кішкентай ұсақ тұқымды иттер алмастырды. Олар бүгінде пәтер мен ауланы жүгіріп ойнаудан алдарына жан салмайды. Осы бір еркіндікті сүйетін бір қазақ біздің Твиттерге хат жолдапты. Оқып көрейік? Ендеше оқып көрейік. Қайырлы таң, қазақ жеріне, қазақ еліне үлкен сәлем жолдаймын депті. Сізге де сәлем, барлықтарыңызға